Құрметті ағайын, құрметті жамағат, келе жатқан қасиетті Құрбан айт мерекесі баршамызға қабыл болсын. Қасиетті Құрбан айтта жасағалы отырған қайырлы амалдарымызды, садақаларымызды Аллах Тағала қабыл етсін. Биылғы жылы Атырау облысының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысына сәйкес Құрбан айт намазы өкінішке қарай оқылмайды. Құрбан айт кезінде әрбір жағдай жеткен мұсылман қасиетті Құранға сүйене отырып құрбандық шалынатыны баршамызға мәлім. Қазіргі жағдайда індетке байланысты қаншама адамдар үй жағдайында ауырып жатыр, қаншама адамдар үйде төсекте қиналып жатыр, қаншама адамдарымыз өмірден өтіп кетті. Осындай қиын кезеңді, індет кезін ескере отырып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы Құрбан 2020 сайтын құрған болатын. Біздерге мешіттерге кей жағдайларда адамдар хабарлап жатады. Мен іс-сапарда жүредім, қаражатын аударсам, сіздер имамдар біздің атымыздан өкіл болып құрбандық шалып бересіздер ме? Немесе ауламызда жағдай қарастырылмағанда себепті біз қаражатын жіберсек, имамдар сіздер құрбандық шалып бересіз бе деген секілді біздерге өтініштер келіп жатады. Осындай қиын жағдайды ескере отырып, Құрбан 2020 сайты іске қосылған болатын. Онлайн режимде биыл жағдай жеткен адамдар мешітке арнай көрсетілген есепшотқа қаражаттарын аударады. Және ол жерде арнай бекітілген имам ұстаздар сол қаражат аударған адамның атынан қой малы болса қой малы, ірі қара болса ірі қара малдарын құрбандыққа шалатын болады. Және ол жерде адамдар топтасып қазіргі індетке байланысты жиналуға болмайды. Және де мешіттен мұқтаждарға ет таратылмайды. Еттің таратылу жүйесі мынандай. Құрбандыққа мал шалынғаннан кейін оның етін арнайы ерікті жамағаттар мұқтаждардың үйлеріне жеткізіп беретін болады. Аллах Тағала қасиетті Құрбан айтта жасаған амалдарымызды қабыл етсін, баршамызға жақсылық берсін. Құрбан айттан Құрбан айтқа, айдан айға, жылдан жылға аман есен жете берейік.